Assalamu алейкум, қайырлы күн баршаңызға. Қалайсыздар? Бүгін сіздермен фермуарлы моншақты сумка тоқып үйренетін боламыз. Ол үшін бізге моншағымыз қажет. 8-ші размерлі. Менде кескенге қайшымыз қажет. Және цеп бауымыз қажет болады. Мен осы фермуарға түспес етіп алдым. Өзінің басындағы крючогымен фермуарымыздың өзі қажет, және леска и астарына тіккенге мен велюр ақ матасын алдым. Моншағым ақ түсті болғандықтан, прозрачный ғой енді. Сіздер өздеріңізге ұнаған матаны алсаңыздар болады. Ал қыздар, мен бір жағын тоқып алдым. Енді сіздерге көрсететін жағым менде екінші жағы болады. Мына жаққа тоқып көрсетемін. Осындай етіп тоқу үшін бізге лескамызды кесіп алдық, өзімізге қаншалықты қажет. Енді осы лесканың екі ұшын осы алғашқы екі тесіктен өткіземіз. Қараңыздар. Бір ұшын бірінші тесікке, бір ұшын бірінші тесікке кіргіздім. Екінші ұшын екінші тесікке кіргіздім. Екі ұшын екі тесікке кіргізіп, екеуінің ұшын бірдей етіп ұстаймын қазір. Екі ұшын бірдей еттім. И тартып, астында бізде осындай болды. Кәдімгі көктеп тігеміз ғой. Сол сияқты узор болып шығады асты. Енді осы өткізіп алған жібімізге бір моншақты өткізем. Кез келген өзіңізге ыңғайлы жағына бір моншақты өткізем. Осыдан петля жасаймын. Қайтадан өткізіп, петля жасадым. Бір ұшын тартамын. И екінші ұшын осы тесіктен өткізем. Осындай петлядан өтеді. Негізі астыңғы жібіміз ұзындау болғаны жақсы, өйткені үстіміз кейін қысқарып қалады. Өйткені біз көбінде қазір астыңғы жіпті көбірек жарататын боламыз. Тартып, моншақтың ішіне петляны тартып кіргізіп бекітіп алдым. Бірінші моншағымыз бар. Енді қыздар, қазір айта кететінім, осы бұрылғанға дейінгі тесікке мен петля тастамай жаңағыдай тоқимын. Қазір көрсетемін, тастамай қалай, тастауы қалай. Енді мына оң жақтағы жіпке, мына моншақтар тоқылған жақтағы жіпке 3 моншақ өткізем. 1, 2, 3. Үшіншісіне петля жасаймын. И ұшын тартамын. Петлямыздан астыдағы жіпті тартып шығарам. Енді осыны тартып, осы моншақтың ішіне кіргізіп бекіттім. Алғашқы ромбигіміз дайын болды. Енді осы төменге қарап тұрған жіпті аламын да осыған бір моншақ өткізем. Мынауымыз жоғарға қарап тұр, мынауымыз төмендегі жіп. Қалай көрсетсем екен? Мына тұрған, төменге қарап тұрған жіпке бір моншақты өткізем. Бір моншақты өткіздім. Төмендегі жіпке. Енді мына үстіндегі бір тесікті қалдырам. Одан кейінгі тесікке кіргізем мен жіпті. Жіпті тартам. Бір тесігіміз қалып тұр ғой. Енді осы тесікке артынан қайта кіргізем мына жіпті. Біз төменге қарай шығарып алдық қой жіпті. Енді
астынан осы тесікке, қалдырып кеткен тесікке кіргізіп жіпті тартып шығарамын. Міне. Мінекей, жібімді тартып шығарып алдым. Енді осы тартып шығарған жіпті, мына жібімізге үстіне қарап тұрған жіпке тиіспейміз. Енді осы тартып шығарған жіпті осы төмендегі моншақтан айналдырып қайта шығарамыз. Получается, біз бір моншақты айналдырып тоқып алдық қой, қараңыз. Міне, жіпті, төмендегі жіпті бір моншақты айналдырып шығарып алдық. Енді қараңыз, жібімізде 2 моншақ. Енді мына жоғарыдағы жіпке, мына жоғарыға қарап тұрған жіпке 2 моншақ өткіземін. Біреу, екеу. Екіншісіне петля жасаймын. Яғни қайтадан кіргіземін моншаққа. Ұшын ұстаймын. Мына жағын ұстап тұрып, ұшынан тартамын. Міне, 2 моншақты өттік. Енді мына жіпті осы петлядан шығарамыз. Тартамыз. Тартып, осы петляны моншақтың ішіне кіргізіп бір тартамыз. Енді мына төмендегі жіпке, төменге қарап тұрған жіпке бір моншақ өткіземіз. Төменге қарап тұрған жіптің ұшын алдым. Оған бір моншақты өткіздім. Бір моншақты өткіздім. Мұнан енді бір тесікті қалдырам, кейінгі тесікке кірем. Жіпті тартамын. Енді мына астынан осы қалдырып кеткен тесікке қайта кірем. Мына беттен шығып кетті. Мінекей, жібімді шығардым. Енді осыны тартамын. Мынау фермуарымыз жібімізді кесіп жүрмеу керек. Мына астан қарағанда кәдімгі көптеп тігеміз ғой, сол сияқты болып шықты. Үстінен шығардым. Енді мына моншақтан, жаңағы бір моншақ өткіздік қой, сол моншақтан өткізем. Мінекей. Получается, бір моншақты біз айналдырып, жіпті тоқыдық. Мінекей. Тартам. Міне. Енді қараңыздар, жібімізде 2 моншақ бар. Енді мына жоғарыға қарап тұрған жіпке, мына жіпке мен 2 моншақ өткізем. Біреу, екеу. Екіншісіне петля жасайым. Қайта кіргізем сол жіптің ұшын. Тартамын ұшын. Былай қарай астындағы жіпті тартып шығарам. Тартамын мынаны. Мына петляны мына моншақтың ішіне кіргізем. Қатты тартамын. 3-ші ромбегіміз дайын. Енді төменге қарап тұрған жіпке былай қоямын. Мына жіпке тиіспейміз. Бұны қойып тұрамыз енді. Тек төмендегі жіпке бір моншақ өткізіп, оны бір тесік тастап кіргіземіз ол жіпті төменге. Мінекей, бір моншақ өткіздім. Мына жерде бір тесікті қалдырам, одан кейінгі тесікке кіргіздім. Қараңыздар. Осы жерден тартып шығарам. Енді астынан осы қалдырып кеткен тесікке жібімді кіргізем. Мінекей, мына жақтан шықты. Оны тартамын. Тартқан кезде байқаңыздар, темір фермуарымыз жібімізді үзіп жібермесін. Аккуратно абайлап тартасыздар. Мінекей, шықтық. Енді осы шыққан жіптің ұшын мына моншақтан өткізем. Мінекей, өткіздік. Енді жіпті айналдырам. Получается, біз
моншақты айналдырып мына бетке шығарып алдық. Мінекей. Үшінші ромбегіміз дайын, және төртіншісінің 2 моншағы бар. Енді осы үстіндегі жіпті аламыз да, үстіндегі жіпке 2 моншақ өткіземіз. Біреу, екіншісіне осы жіпті қайта кіргізіп, петля жасаймыз. Шынан ұстап тартамыз. Мына астыдағы тұрған жіпті осы петлядан шығарамыз да, тартып, осы петляны мына моншақтың ішіне кіргізіп, қатты кішкене тартыңқыраймыз. Төртінші ромбегіміз дайын болды. Енді төменге қарап тұрған жіпке тағы да 1 моншақ өткізем. Сол моншақта бір тесік тастап айналдырып өткізіп аламыз жібімді. Қараңыз. Бір тесікті қалдырам, одан кейінгі тесікке кіргізем. Жіпті тартамын. Енді астынан сол тастап кеткен тесікке жібімді қайта кіргізем. Жібімді қайта кіргізем. Мінекей. Енді мына жақтан шықты жібім. Үстінен шықты. Енді осы шығарған ұшын осы моншақтан қайтадан өткізем. Мінекей. Осы жіптен қайта өткізем. Келесі тесікке кіріп кетіп жатыр. Мінекей, өткізіп тартамын. Қыздар, мені главный бір осыға келдік, қазір. Енді осы үстіндегі жіпке 2 моншақты өткізіп, тағы бір ромбек жасап аламыз, Мен қараңыз. 2 моншақ, екіншісіне петля жасайым. И астыдағы жіпті тартып, бекітеміз. Мына моншақтың ішіне кіргізіп тартамыз. Енді қараңыз. Бір моншақты төменге қарап тұрған жіптен өткізем. Так, төменге қарап тұрған жіпке 1 моншақты өткізем. Енді осы жерде бұрылыстан бұрылып алдық біз бұрышымыздан, Енді осы жерде біз осы күнге дейін бір тесік қана қалдырдық, Осы жерде мен 2 тесік қалдырам. 1-2 тесік қалдырам, үшіншіге кіргізем мені. Көрініп тұр ғой, Үшіншіге кіргізіп тартамын. Қараңыз. Чтобы бізде моншағымыз фермуардың тесіктерінен кішкене үлкен. Енді осы жақта шықты, мына бір тесікті қалдырамыз да, кейінгі тесіктен жаңағы жібімді шығарам. Сонда мұндағы көк деген жібіміз, қазір көрсетем, шығарып алайын. Мынау көк деген жібіміз, қараңыз, ұзындау болды, алдыңғыларға қарағанда ұзындау. Мына жақтарда қысқа, өйткені бұл жақтан 1 тесік қалдырдық. Мына жақта ұзын, өйткені бұл жақта 2 тесік тастап, үшіншісіне кірдік. И сол үшіншісінен қайтадан шықтық мына жақта. Енді бос тесігіміз моншақтың астында қалды, мінекей. Енді осы шыққан жібімді, мына жіпті үстіге шығардым, мына 3-ші тесік арқылы, Енді осы моншаққа өткізем. Енді осыны қалай кезектестіреміз, қыздар? Каждый 2 сайын. Жібімізде 2 моншақ, міне. Жібімізде 2 моншақ. Тағы үстіндегі жіпке 2 моншақ өткізем. Қараңыз. Біреу, екеу. Екіншісіндегі ұшын қайта кіргізем, екінші моншаққа. Петля жасап, тартамындағы жаңағы ромбегімді жасайым. Мына петляны тартып, моншақтың ішіне кіргізіп тартамын. Енді қараңыздар, чередовать етеміз енді. Мынау ұзын петля біреу болды, енді 2 қысқа петля жасап, 1 ұзын. 2 қысқа петля жасап, 1 ұзын. Солай кезектестіріп, мына
бұрышқа дейін тоқимын. Тағы көрсетіп жіберейін қазір. Мінекей, бір ғана моншақ. Бір моншақты өткіздім төмендегі жіптен. Енді бұл жерде мен бір ғана тесік қалдырам, одан кейінгі тесікке кіргізем. Жібімді тартамын. Астынан жаңағы бос қалдырған тесікке кіргізем. Сосын оны екінші бетінен тартып шығарам. Ойна. Қырсықты ба екен? Моншақ торы тесіктің үстіне тұрып қалған екен, кірмей жатыр. Міне моншақты кішкене жылжытып өткізіп алдым. Мінекей тартамыз. Міне. Енді осы шығарған жіптің ұшын осы моншақтан айналдырып өткіземіз қайтадан. Қараңыздар. Өткіздім. Енді астын қараңыздар мына. Қысқа жаңағы көктеп тігудің қысқа түрі болды. Енді үстіндегі моншаққа үстіне қарап тұрған жіпке 2 моншақ өткіземіз. Біреу, екеу. Екіншісінде петля жасап бекітемін. Тағы да моншақтың ішіне кіргізіп тартамын. Тағы да бір қысқасын жасаймын, көктеп тігудің. Астындағы жіпке 1 моншақ өткіземін. И мына жақтан екінші тұрған бос тесікке кіремін. Мына жақтағыда менде жіп шыққан, мынаны тастап, одан кейінгіге кіремін. Енді астындағы осы тастап кеткен бос тесікке кіргізем моншақты, жіпті. И мына жақтан шықты. Тартып аламын. Сразу мына жақтан моншақтан өткізіп алу деген жүрмей қалады уже, темір болғандықтан. Міне осы моншақтан қайта өткіздім. Мінекей, тарттым. Мына астында 2 қысқа, мынау ұзын, 2 қысқа не болды? Жіп болды. Енді осы жерде үстіне қарап тұрған жіпке 2 моншақ өткіземін. Біреу, екеу. Екіншісіне қайта өткізіп петля жасаймын да тартам. Тартып, мына петляның ішіне кіргізем. Ендігіде біз уже 3-ші тесіктен кіреміз. Өйткені екеуден кейін міне 1 моншақты кіргіздім. Енді осы жерде қараңыздар. 1, 2, 3-ші тесікке кірдім. Енді осы тастап кеткен 2 тесіктің біріншісіне кіргіземіз. Мына жібіміз мешет етіп тұр. Мынау тұрған, міне 1, 2, 3-ші. Мінекей, осыны тартып шығарам. Енді осы моншақтан шығарып алам осы жіптің ұшын. Мінекей. Енді астын қарасаңыздар, бұл бізде ұзын петля болды. Осылай кезектестіреміз қыздар, ұзын, 1 ұзын, 2 қысқа, 1 ұзын, 2 қысқа қылып, мына бұрылыстағы тесікке дейін істейсіздер. Ары қарай уже ұзын петля жасамай, тек қысқа петля жасап, соңына дейін тоқып келеміз. Соңында тағы көрсетемін. Қыздар, міне соңғы несіне келдім, соңғы петляны жасаймын. Менде соңында 2 тесік қалды ровно. Екіншісіне кіргізем. Астындағы тесіктен қалдырған тесіктен жіпті шығарам.
осы моншақтан өткізем. Енді біз екінші қатарға қарай көтерілуіміз керек. Міне жібімізде 2 моншақ. Енді мына жаққа қарап тұрған жіпке 2 моншақ өткізем. Қысқа ғана қалды менде уже. Мінекей. Екіншісіне петля жасаймын. И мына үстінде тұратын жіпті тартып шығарам осыдан. И тартып осы моншақтың арасына петляны кіргізем. И тартам. Сонымен бірінші қатарымыз бізде аяқталды. Менде ары қарай тесік жоқ. Астынан қарағанда, қараңыздар, бір ұзын, 2 қысқа, бір ұзын болды. Менде жалпы ұзын петлялардың саны 1, 2, 3, 4, 5 болыпты. 5 ұзын петля болған менде. Енді екінші қатарға өту үшін, былай көрсеткен дұрыс болар, мына жанындағы жіпке 3 моншақ өткізем. Так. 1, 2, 3 моншақ. Үшіншісіне петля жасаймын. Мінекей. И осы екінші жақтағы жіпті, екінші жақтағы жіпті осы петлядан шығарам. И осылай тартам. Мінекей. Алғашқы ромбигіміз дайын болып шықты. Енді осы жерден астына қарап тұрған, жаңа бірінші қатарымызға қарай жатқан жіпті осы моншақтан өткіземіз. Мінекей. Жібімізде 2 моншақ. Енді осы үстіндегі қарап тұрған жіпке 2 моншақ өткізіп, ары қарай екінші қатарымызды тоқимыз. Сіздерде егер жіптеріңіз жетсе, ары қарай тоқсаңыздар болады. Менде жібім аяқталып жатыр. Сіздерге қазір жаңа жіпті жалғауды көрсетем. Егер сіздер еще анадай өзінің әдейі хрустальный нелері болады, моншақтары. Сондай моншақтан тоққан болсаңыздар, арасына нені тастаудың керегі жоқ. Ұзын петля қылып жасаудың керегі жоқ. Басын қалай бастадыңыздар, да қалса солай жүресіздер. Міне екінші ромбигіміз дайын болды, екінші қатардың. Енді мен осы моншақтардан кері қарай жүріп, тура осы нені жасалып жатқан жұмысымызды кері қарай жасаймын. Артқа қарай жүріп, яғни не жасаймын? Петля жасап бекітем. Мына моншақтың тесіктері кішкене тар сияқты, сондықтан кейбірінде қайтадан кірген кезде уже мына қазір кіруі қиын болады кейбір нелерінде. Шықты. Мінекей, петля жасалды. Қараңыз. Енді осы петлядан мына жаңағы екінші жақ жіпті өткізілдім. Міне өткізіліп тұр. Енді осыны тартам. Міне бекітілді. Егер мына жаққа да жасайын десем, кейін бұны біз екінші жағына жалғағанда жібіміз өтпей қалады. Сондықтан сіздерде жіптеріңіз жеткен болса, мына жақта моншақты біраз жүргізген болсаңыздар, тағы 1-2 не өткізіп, осылай жасап жүрсеңіздер болады, айналдырып. Мен осы жерден кесемін, өйткені кейінгі моншаққа мен кейін тағы жіп өткізуім керек. Болды. Жіпті тақап кесіп алып тастадық. Енді қазір жаңа жіпті өткіземіз. Қыздар, міне жаңа жібімізді алып, осы 2 моншақтан өткіземіз. Осылай енді шығу қиын болады. Астынан шығарып көрейін. Міне осылай шықты. Енді мына екінші ұшын былай жүргізуге тура келеді.
осылай жаңа жіпті өткізіп алдық та, енді ары қарай ұштарын теңестіріп алам. Енді бұл екінші қатарында уже үстіндегі жібіміз кішкене ұзындау болған дұрыс. Өйткені көбінде үстіндегі жіпке 2 моншақ өткізіледі. Міне, жібімізде 2 моншақ, ары қарай мына жіпке 2 моншақ өткізіп, екінші моншаққа петля жасап, мына жіпті өткізіп, бекітіп, ары қарай соңына дейін тоқып келеміз екінші қатарға. Сіздер егер түсінген болсаңыздар, үшінші қатарды да тура осы жақтағыдай, мына жақтан соңғы моншаққа келгенде, мына жақтан шығып тұрған жіпке 2 моншақ өткізесіз де, кейін осы екінші қатар бітеді сол кезде, и осы жақтағы жіпке 3 моншақ өткізіп, үшінші моншаққа петля жасап, жіпті, төменге қараған жіпті мына моншаққа өткізіп, былай қарай қайтасыздар. Түсінбей жатсаңыздар, қазір мен мүмкін тағы көрсетіп жіберем. Міне қыздар, мен екінші қатардың соңына келдім. Енді мына моншақтар тұрғанына қайшымен бастырып қойдым, өйткені қимылдап кетіп жатыр. Мына жіпке, енді мына жақтағы жіпке 2 моншақ өткізем. Біреу, екеу, екіншісіне петля жасаймын. И осы петлядан мына жіпті алып шығарам. Сонда менің жібім үстіндегі моншаққа келді. Бізде бұған дейін жанында жүретін еді. Енді осы жақтағы тағы да міне осы жіпке 3 моншақ өткізем. Біреу, екеу, үшеу. Үшіншісіне петля жасаймын. Енді осы петлядан мына жіпті тартып шығарам. Сонда біздің үшінші қатарымыз басталды. Осылай ары қарай аяқтап, кейін үшінші қатар, үшінші қатарды аяқтайсыздар, төртінші қатарға шығасыздар. Солай өзіміз енді дальше түсіндіңіздер деп ойлаймын. Қараңыздар, бізде мына жерде мынау бірінші қатар, мынау бір ромбигіміз бірінші қатар, бір қатар, 2 қатар, 3 қатар, 4 қатар, 5 қатар, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 қатар өзіміз тоқимыз соңына дейін. Содан ары қарай тағы көрсетемін. Ал қыздар, мен екі жағын тоқыдым. Және келесі жағының бір жағында бекітіп қойдым уже. Осынша жері бізде ашық тұратын болады. Екі жағын біттім, бір жағын бекіттім. Енді осы мына жақты қалай бекітетінін сіздерге көрсетем. Мен өзіме бір 70-80 сантиметрде етіп, қатты ұзын емес, бізге осы жерге ғана, осы жерге ғана жететін жіп керек. Сондықтан өте қатты ұзын алмаймыз. Енді осы жіпті кез келген өзіңізге ыңғайлы жанындағы моншаққа өткіземіз. Мінекей. Мына бетінен өткізсеңіз де болады, мына бетінен өткізсеңіз де болады. Жібіміздің ұшын теңестіреміз. Енді екі жағына да бір моншақтан өткіземіз. Бір жағы, мына екінші жағына өткіздік. Қараңыз. Енді көзіңізге ыңғайлы кез келген бір жағына петля жасаймыз, бір моншақты өткіземіз. Петля жасаймын. Осы петлядан мына екінші ұшын шығарамын. Енді ұшын ұстап тартамын. Так, қазір 1 минут. Көтермесем, ыңғайсыз болып отыр түсіру. Міне осылай біреуін тоқып алдық. Енді бізде мына жаққа жалғау керек. Ол үшін бізге жоғары жаққа бір моншақ, төмен жаққа бір моншақ керек. Енді осы мына жоғары жақтағы жіпке бір моншақ өткізем. Енді осыны мына жіптен, моншақтан өткізем. Міне қараңыз.
осылай 3 моншақ бар жібімізде. Енді тағы да кез келген бір жағына, жіптің ұшына, өзіңізге ыңғайлы жағына бір моншақ өткіземін. Осыған петля жасаймын. Енді осы петляға мына жіптің екінші ұшын әкеп шығарам. И осылай тартам. Бірінші қатарымыз бекітілді. Енді мына жіпті мына жақтан өткізем. Енді жібімде 2 моншақ бар. Мен мына төмен жақтағы жіпке 2 моншақ өткізем. 1, 2. И екіншісіне петля жасаймын. Петлядан мына жақтағы жанына қарап тұрған жіпті шығарам. Енді мына жоғарыға қарап тұрған жібімізді мына моншақтардан өткіземіз. Мына моншақтан өткізем. И мына моншақтан өткізем. Енді осының кез келген бір жағына моншақты өткізіп, петля жасап, мына жібімді тартып шығарам. Осылай екінші қатарымызда бекітілді. Енді мына жанына қарап тұрған жіпті мына жанындағы моншақтан шығарып алам. Енді мына төменге қарап тұрған жіпке 2 моншақ өткізем. Сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Ары қарай өздеріңіз тоқи бересіздер, я? Тартамын, петля жасап. Енді мына жоғары қарап тұрған жіпті мына моншақтан өткіземін. Және төменге қарай мына моншақтан өткізем. Енді кез келген бір жағына бір моншақты өткізіп, петля жасап, тартып шығарам. Осылай мына 2 моншақ қалғанға дейін, осы жерге дейін тоқимыз. Мына жақта, даже 3 моншақ екен. Бір екеуі қалады, үшіншісіне тоқымаймыз. Осыған дейін тоқып келеміз. Міне қыздар, мен 3 моншақ қалғанға дейін, міне 1 моншақ, 2, 3 моншақты қалдырып тоқып алдым. Жіптерін жасырдым, сіздер уже оны білесіздер. Енді бізге бір кішкентай ғана, бір 30-40 сантиметрлік жіп керек болады. Оны біз мына бірінші тұрған моншақтан өткіземіз. Бірінші тұрған моншақтан өткіздік, ұшын теңестірдім. Енді мына жоғарғы қарап тұрған мына жіпке 2 моншақ өткізем. 1, 2. Екіншісіне петля жасаймын. И мына төменге қарап тұрған жіпке 1 моншақ өткізем. Яғни біздің жібімізде бір ғана моншақ. Біз 4-еуге толтырамыз соны. Турына төмен жағын қалай жасадық, солай жасаймыз. Міне тек біздің жібіміз ортадағы моншақтар. Енді қарап тұрған болсаңыздар, 2 моншағымыз бар екі жақта. Бізге үстіне және астына моншақ керек. Үстіңгі қарап тұрған жіпке 1 моншақ өткізем. Және мына жанындағы моншақтан өткізем бұл жіпті. Міне жібімізде 3 моншақ, енді 1 моншақ өткізем. И осыған петля жасаймын.
И мына жіпті тартып шығарам. Тартамыз. Енді осы жіптерімізді айналдыра мына 8 моншақтан өткіземіз. Қараңыздар. Бізде қазір жібіміз мына моншақтан шығып тұр өзі. Мына моншақтан жібіміз шығып тұр. Осы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 наны қосқанда осы айналдыра 8 моншақтан жіпті өткізіп аламыз. Енді сіздерге өздеріңізге қай жағына қарай өткізген ыңғайлы, сол жаққа қарай шығарасыздар. Бірақ екі жақта теңдей моншақтан болу керек. Қазір біз бұны тартамыз, сол кезде біркелкі жиырылуы үшін. Так, енді соңғы моншақ қалды. Осы моншақтан шығарам. Және осыған қайта кіргізіп петля жасайым. Мына жақтан келген жіпті осы петлядан өткізем. Енді мына моншақтың ішіне кіргізіп, тартып, ақырын тартамыз. Осылай жиырылуы керек кішкене бізге. Болды. Енді осы жібімізді де айналдырып, жаңағындай бекітеміз. Төменге қарай 2-3 қайтара түсіп, алдында қалай тоқыған болсақ, солай керісінше қайталаймыз төменге қарай. Оны өздеріңіз істей аласыздар, екінші жағында дәл солай жасаймыз өзіміз, осылай. Не қыздар, ортасы домалақ болып шықты. Екінші жағы да солай болды. Енді бізге түбін жасау керек. Түбін жасау үшін мына бұрышымыз бар, өзі бұрыштағы моншақ көрініп тұрады. Егер осылай жанынан өстіп жіберсеңіз, сізге өзі бұрыштағы моншағы шыға келеді. Мінекей бұрыштағы. Екінші жағынан да осылай жанын қысып жіберсеңіз, өзі ортадағы бұрышындағы моншақтары шыға келеді. Екі жақтағы моншақтарды санаймыз, теңдей ме екенін. Бізге теңдей болу керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 дұрыс. Мына жақтағы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Дұрыс. Енді мына жиырылып тұрғанға мән бермейміз. Бұл қазір біз түбін тоқығанда кетіп қалады. Кез келген бұрыштағы, сізге қай жағы ыңғайлы, кез келген бұрыштағы мына жақ қырындағы бірінші моншақпен мына жақ қырындағы бірінші моншақтарға жіпті өткіземіз. Міне бұрышымыз біздің. Енді екі ұшын теңестіреміз жібіміздің. Мінекей екі ұшы. Енді осы жерден тартамыз. Мінекей жібімізде екі моншақ. Бізге енді тек екі моншақ қана өткізу керек. Енді ол кез келген жағына өткізсеңіз болады. Екі моншақты сізге қай жағына қарай тоқыған ыңғайлы, сол жаққа қарай любой кез келген бір жақтағы жіпке екі моншақты өткіземін. Екіншісіне петля жасаймын. Осы петлядан алдыңғы тоқығандарымыздай мына жіпті тартып шығарам. Енді петляны тартам. То есть сіз енді былай, осылайнан енінен дейді ғой, тоқсаңыз да болады, немесе былай ұзыннан
осылай тоқсаңыз да болады. Главное бізге түбін енді осы төрт бұрышты толтырып тоқуымыз керек. Мінекей, енді төменге мына жақтағы жіпті мына моншақтан өткіздім. Міне, тағы да жібімізде 2 моншақ. Енді мен былай қарай жүретін болғандықтан, мен мына жақтағы жіпке 2 моншақ өткізем. Біреу. Егер сіздер былай қарай жүрген болсаңыздар, мына жіпке өткізесіздер. Мінекей. Енді оң жақтағы жіпті осы петлядан өткізіп шығарамыз. Мінекей. Екінші ромбегіміз дайын. Енді осы оң жақтағы жіпті осы еніндегі 3-ші моншаққа өткізем. Жіпті тартып шығарам. Міне, тағы да жібімізде 2 моншақ. Енді осы сол жақтағы жіпке 2 моншақты өткізем. Екіншісіне петля жасаймын. Осы петлядан оң жақтағы жіпті шығарып алам. Осылай. Мінекей 3-ші ромбек. Осылай соңғы моншаққа дейін тоқып келеміз. Мына жақтан кейін бұрылуды көрсетем. Міне қыздар, мен бұрышындағы моншақтарға келдім. Мына жақтағы бірінші моншақ пен мына жақтағы, мына жақ еніндегі бірінші моншақ және мына жақ еніндегі бірінші моншақ. Енді осылардан өткізем. Менде мұнда уже жібімде 1 моншақ. Мына жақ еніндегі 2-ші моншақ және ұзындығы жағындағы алғашқы моншақты 3-ші моншақ етіп өткізем. Мінекей, жібімде 3 моншақ. Енді кез келген бір жағына жібіміздің 1 моншақ өткізіп, соған петля жасап, бекітеміз мына қатарымызды. Алғашқы қатарымыз осымен бітті. Енді екінші қатарымызды бастау үшін мына жоғарғы қарап тұрған жібімізді мына жоғарыдағы моншақтан өткіземіз. Енді мына жібімізде 2 моншақ. Мына жақтағы ұзындығы жағынан солға қарап тұрған жіпке біз 2 моншақ өткіземіз. Біреу, екеу. Екіншісіне петля жасаймыз. Бері қарай бізге жіпті бұрып алу керек. Мына жібімізді, төменге қарап тұрған жібімізді тартып шығарып аламыз. Міне, енді тартамыз. Екінші қатарымыздың алғашқы ромбегі дайын болды. Жібіміз төмендегі моншаққа келді. Енді осы жерде мына оңға қарап тұрған жібімізді осы оң жақтағы моншақтан өткізем. Міне, тағы да жібімізде 2 моншақ. Мына сол жаққа қарай тұрған жіпке 2 моншақ өткізіп, өзіміз ары қарай жалғастырып, до конца тоқимыз. Қыздар, міне мен предпоследний қатарға келдім. Бұл жерде соңғы қатардамын. Соңғы қатардың алдыңғы қатарындамын. Мына жерде мен қазір келесі қатарға бұрылыс жасаймын. Мына жақтан өткіземін. Енді мынаның кез келген бір жағына 1 моншақты өткіземін. И осыған петля жасаймын.
сіздер бұның бәрін уже жасап келдіңіздер, білесіздер. Мына соңғы қатарда мына алғашқы мына жақ қатардың бірінші моншағына өткізем. Мінекей. Одан кейін мына ені жақтың бірінші моншағына өткізем. Енді бізге тек бір ғана моншақ керек, чтобы біздің бірінші соңғы қатарымыздың басталуына. 3 моншағымыз бар, бір ғана моншақты өткізіп, петля жасап, и осы жерде петлядан мына жіпті шығарып, тартып, қараңыз, алғашқы ромбигі соңғы қатардың. Енді бізде бұл қатарда, соңғы қатарда бір ғана моншақтан өткізіп отырамыз, өйткені үстіңгі жағы қойылып отырады, и екі жанында екі моншағы бар. Біз тек төменгі жағына бір ғана моншақты қойып отырамыз. Мінекей, үш моншағымыз бар жібімізде. Кез келген бір жағына бір моншақты өткізіп, петля жасап, мына жіпті шығарып алып, петлямызды тартып, моншақтың ішіне кіргізіп, тартып қоямыз. Міне, қазір тағы да осы екі моншаққа өткізіп, бір моншақ жіберем, тағы екі моншаққа өткізіп, бір моншақ жіберем. Солай соңына дейін тоқып, жібімізді жасырып, кесіп аламыз, Бізде содан почти основамыз дайын болады, тек астар тігу ғана қалады. Міне қыздар, осымен біздің моншақты основамыз дайын. Енді бізге тек астарын тігіп қою ғана қалды. Оны біз сабағымыздың келесі бөлімінде үйренетін боламыз.